түсірейік. Түсінді ма? Енді балалар өткен сабақты пысықты сіздер мына жерде бірнеше топқа жасап қойдық. Біз 3 топтың сұрағына жауап береміз қазір. Бірінші топтың сұрағы, бірінші топ деформация дегеніміз не? Кім жауап береді? Деформация дегеніміз бірінші топ. Сізде бірінші топ, екінші топ, үшінші топ болды. Бірінші топтан жауап бар ма? Деформация дегеніміз не? Кім айтады? Айта ғой. Деформация пішінімен көлемінің өзгеруін деформация деп айтамыз. Дененің деформациясы қалай пайда болады? Дененің деформациясы қалай пайда болады? Бірінші топ. Жауап береміз. Тез. Дененің деформациясы қалай пайда болады? Кім айтады? Ал айта ғой, екінші топ. Деформация дененің деформациясымен пайда болады. Белгілері екі денеде оған қатысатын екі дене деформацияланады. Екінші топ жауап береміз. Деформацияның қандай түрлерін білеміз? Басқа оқушылар болды? Айта ғой. Деформация екіге бөлінеді, классикалық және секілді. Жарайсың. Екінші сұрақтарымыз қандай деформация серпінді, қандай пластикалық деп аталады? Серпінді және пластикалық екінші топ жауап береміз. Басқа тағы. Айта ғой. Классикалық дегеніміз дене күшті әрекеті тоқтағаннан кейін дене күшіне және оның көлемі өзгеретін болса, онда деформацияны біз классикалық деп атаймыз. Ал серпінді деп күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене күші бастапқы дене күшінің және көлемі қайтадан қалпына келетін болса, ондай деформацияны серпінді деп атаймыз. Жарайсың, береді. Үшінші топтың сұрақтары. Серпінді деформацияның қандай түрлері бар? Серпінді деформация. Айта ғой. Серпінді деформация дегеніміз не? Айта ғой. Мысал келтіреміз. Күшті әрекет тоқтағаннан кейін, егер дене өзінің қалпына келсе, бұндай деформация серпінді деформация дейміз. Мысалы, доктор серпін кезде ол өзінің күшінің өзгертеді. Тағы бір мысалы, шарды өрген кезде серпінің және дұрыс айтты ма балалар? Отыра ғой. Жарайсыздар. Бірінші топ дұрыс сабаққа дайындалсыз. Екінші топ жауап берді бірінші топтың сұрақтарына. Келесі тапсырмамыз, қараңыздар балалар. Сәйкестендір әдісі бойынша қараңыздар, бізде терминология 3 түрде жазылған: қазақша, орысша және ағылшынша. Сәйкестендіреміз. Кейін қайсы топ, әр топ 4 терминологияны қазақша, орысша және ағылшынша оқиды. Балалар, сіздер жақын отырмайсыз. Топпен жұмыс. Work in progress. Сізде ручка болмайды, жаза беруге болады ручканы. Оттағы жүріп берейін ба сендер? Қай топ бірінші болады? Жұмысты тоқтатамыз. Топпен жұмыс жасаңыздар.
Топтаймыз, топ, екінші топ болды. Екінші топ. Группа сту. Үш терминологияны оқимыз. Бірінші, екінші, үшінші терминологияны. Оқиды, группадан келсін, орысша, ағылшынша және қазақшасын оқимыз. Оқи ғой. Қазақша, орысша үш түрде оқи береміз. Оқиды, таңдаймыз туралы тыныштық. Дауыстап оқимыз. Қазақша күш, орысша сила, ағылшынша форсы. Серпімділік, упругость, эластичность. Бух заңы, закон буха, хокса. Бірінші топ. Келесі. Төртінші, бесінші ағылшын оқимыз. Деформация, қазақша деформация, орысша деформация, ағылшынша деформация. Созыл қазақша, орысша растяжение, ағылшынша стричинг. Сығылу қазақша, орысша сжатие, ағылшынша компрессия. Бұралу қазақша, орысша включение, ағылшынша торша. Thank you. Терминологияны Майсу изгиб, Расу стрич, серпімділік, круглый, классикал, классичный шастик. Thank you. Келесі балаларды қараймыз. Кешегі тақырып бойынша терминологияны қайталадық, сұрақтарға жауап бердік. Енді бүгінгі тақырыбымыз сіздермен өтетін үйкеліс күші, үйкеліс әрекетін техникада ескеру. Үйкеліс күші туралы үйренеміз. Сабағымыздың мақсаты бүгінгі тыныштық, домалау және сырғанау үйкелістерін сипаттау. Үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянына мысалдар келтіру бүгінгі сабағымыз. Енді осы тыныштық, домалау, сырғанау үйкелістерін сипаттауды үйренеміз бүгін. Одан кейін пайдалы және зиянды жақтарына мысал келтіреміз. Енді қараңыздар. Кешегі сабақта сіздер бұл заңды өттіңіздер. Серпімділік күшін өттіге. Серпімділік күші деген есіңізге түсіп кетейік. Ол үйкеліс күшін өткен. Сондықтан серпімділік күші деген кім айтады? Айтады. Деформация салдарынан пайда болатын күш серпімділік күші деп аталады. Енді бері қараңыздар. Үйкеліс күші дегеніміз бір дене екінші дененің бетіне жанасқан кезде пайда болатын күш, бұл үйкеліс күші деп аталады. Үйкеліс күшін біз F үйкеліс деп белгілейміз. F үйкеліс. Үйкеліс күші түрлерін айтатын болса, мына суретке қараңыздар. Түрлерін айтатын болса. Яғни сырғанау үйкеліс күші, сырғанау үйкеліс күші, домалау үйкеліс күші және тыныштықтағы үйкеліс күштер үш түрге бөле аламыз. Үйкеліс күшінің пайда болу себептері олар қандай болады? Жанасатын беттер кедергілер болады және жанасатын беттің денелердің материалына да байланысты болады.
үйкеліс күшінің пайда болуы үшін. Және жанасатын беттер молекулаларының өзара тартылысы. Мысалға алатын болсақ, қараңыздар, сіздер велосипед тебесіздер, қандай жағдайда біз қиналып тебеміз? Жоғарыға көтерілгенде және велосипедтің дөңгелегі неге тез айналмайды? Қандай жері жоқ болған кезде, одан кейін біз не істейміз оны жылдам жүру үшін? Майлаймыз, майлаймыз ба? Егер подшипнигі дұрыс болмаса, ол велосипед дұрыс жүре ала ма? Жүре алмайды. Міне, қарап отырсақ, біздің велосипедтің дөңгелегі домалау үйкеліс күшіне мысал бола алады. Енді әрқайсысына анықтама беріп кететін болсақ, мысалы, сырғанау үйкеліс күшіне дегеніміз, мысалы, бір дененің беті мен екінші дененің беті сырғанаған кезде пайда болатын күшті сырғанау үйкеліс күші дейміз. Мысалға, шана тепкен кезімізде, мысалы, қарда оңай жүреді шана, ал жерде шана оңай жүре ме? Оңай жүрмейді. Міне, айырмашылығын сырғанау үйкеліс күшін біз осылай біле аламыз. Енді домалау үйкеліс күшіне домалау үйкеліс күші дегеніміз, яғни бір дененің бетімен екінші дененің беті домалаған кезде, немесе домалау үйкеліс күшіне мысал ретінде топталуға болады. Дөңгелек, велосипедтің дөңгелектері, машинаның дөңгелектері, яғни бір дененің бетімен домалаған кезінде пайда болатын күштерді біз домалау үйкеліс күші дейміз. Тыныштықтағы үйкеліс күші дегеніміз не? Яғни бір дене екінші денемен салыстырған кезінде тыныш тұрған күйдегі денелерді біз тыныштықтағы үйкеліс күші дейміз. Мысалға, тастарды алуға болады. Мысалы, тыныш тұрған денелер, мысалы, парта алуға бола ма? Таудың етегіндегі жатқан тастарды алуға болады. Бұлардың барлығы тыныштықтағы үйкеліс күші деп айтамыз. Үйкеліс күшінің формуласын жазатын болсақ, мынау мю көбейтілген м көбейтілген g. Біз мынау мю деген коэффициент, бұл үйкеліс коэффициенті деп аталады. Үйкеліс коэффициенті талғара күрттер жүйесінде өлшемділігі алынбаған. Сондықтан есеп шығарған кезімізде ол 0,1, өте аз шамадан шығады. Мәні. Коэффициент. Енді қараңыздар, бізге белгілі ауырлық күші формуласын есептей аласыз ба? М көбейтілген g. Ал мына g-дің мәні бізде неге тең болады? Айтайықшы, есеп шығарып жүрміз ғой. 9,8 немесе неше деп аламыз деді? 10 ньютон бөлінген килограмм. Енді біздің мына үйкеліс күшінің халықаралық бірліктер жүйесінде ауырлық күші сияқты оның да өлшемділігі ньютонмен алынады. Оның өлшемділігін жазатынымызда F үйкеліс 1 ньютон деп алуға болады. Яғни халықаралық бірліктер жүйесінде құрылымында. Енді екінші жағдайда бізде нормал қысым күші дейді. Үйкеліс күші ауырлық күшіне қарама-қарсы жүретін күш. Мысалға, аяғымызды жүреміз ғой жолда. Біз жүрген кезде аяғымызды кері қарай итеріп жүреміз де, алдыға қарай былай жүре аламыз ба? Жүре алмаймыз де. Сондықтан үйкеліс күші біздің жүріп бара жатқан кезімізде ол қарама-қарсы бағытта артқа қарай итеріп жүреді. Артқа қарай. Нормал қысым күшінің өлшем бірлігі де ньютонмен алынады. Нормал қысым күші. Оның формуласын жазатын болсақ, F тең F көбейтілген мю. Бұның да өлшем бірлігі ньютонмен алынады. Сонымен үйкеліс күші дегеніміз не екен? Үйкеліс күші дегеніміз не екен? Айта ғой. Дене қозғалатын кезде жанасқан кезде беттердің бойымен қозғалысқа қарсы бағытта пайда болатын күшті үйкеліс күші деп атаймыз. Қазір кішкене үйкеліс күші туралы ағылшынша видео сабақ көрейік.
while doing so, sparks were ignited. The friction between the stones created the sparks. Now, rub your palms together, first gently, quickly, and hard. Do it for 1 full minute. Your palms become warm when you rub them against each other. The harder you rubbed, the warmer they got. The friction between your palms made them warmer. The word friction comes from a Latin word which means to rub. When two surfaces come in contact with each other in such a way that they rub or scrape against one another, friction occurs. When the base of the thing being moved and the surface on which it is moving are smooth, less friction is generated. But if either one is rough, or in some cases, both are rough, far more force has to be applied as friction is greater. Do you know? Mountaineers' boots have spikes as ice is slippery, and the friction is very slight in regular shoes. Thus, in our everyday life, we see many examples of how force and friction play important roles in everything that we do. My job is to make college easier because students have Mınау эксперименттен 200 күшіне байланысты эксперимент. Оны үйде жасап көрсеңіздер де болады. Жаңа айтты ғой, тауда жүгірген кезінде темір бекітуден аяқ киімге, одан кейін тегіс аяқ киімге екеуінің айырмашылығы. Тыңдаймыз. Көріп тұр ма? We will also explore questions along the way to hopefully stir our curiosity about friction further. This experiment can be easily done with children ages 5 and up. So let's look at the materials we will be using today. You need a piece of cardboard. The one I will be using is about 15 inches across. A box. That might be hard to Kez келген коробканы алуға болады. A toy car. Одан кейін кар деген машинадан ішінде. Мынау пленка. Андай тегіс емес, бұдыр-бұдыр пленка болады. Мынау сүлгі, орамал. Мынау қалқа. Осы заттармен эксперимент жүргізеді. So now that you have all your materials, the first thing we want to do is build our ramp. Take your box, simply lean your cardboard against it to make a small ramp. What we'll be looking for as we do this experiment is how the different materials look at the speed of the car in order to roll down the ramp. We will see friction at work. Friction is the force that opposes motion between any surfaces that come in contact. Let's start with seeing how the car rolls on this cardboard. Тегіс бетте машинаны жүргізген кезімізде оның жылдамдығы жылдам болады. The cardboard and wheels of the car don't seem to create much resistance, do they? Now, let's add bubble wrap to the Оған аз күш жұмсалады. Енді мен қойдым. Салма. Деді бұды. Білесіз бе? Оны қараңыздар. Кейбір бұдыр бетте, жаңа сатын беттер өте баяу жай қолдың
күшімен итеру арқылы біз машинаны This time, it was fundamental resistance, wasn't it? The bumpy surface of the bubble wrap creates more friction and slows down the speed of the car rolling down the ramp. Let's try a different surface texture. себебі оның беті кетіп отырып болды. Тексеріс. Ал сүзгі. Қараңыздар, сүзгі машина Now қарап I'll do this side so I understand. Can you explain what the microphone is? Okay. көрдіңіз бе? Slow, but no. Тегіс The thick surface of the ramp creates a friction or resistance. тегіс бетке қарағанда кішкене жағында байланып болады. Now, Себебі жұмсақ let's try the foil. енді қалғаны алады. Қараңыздар. Қалғаны. How do you think the foil will affect the speed of the car? Will it be faster or slower than the bubble wrap test? Why? Let's find out. Қараңыздар. Wow. Жылдам жүрді. Қараңыздар. Бірдеңені There's definitely less friction with our smooth surfaces such as the foil and the cardboard by themselves. There are ways you can expand on this experiment if you want to. You could take two different size cars and see if the speed is different on the Мына same екі kind of түрлі surface. машина алдық. Қараңыздар, біреу үлкен, біреу кіші. Екеуінің жүргізіп көреміз қазір. Қайсысы жылдам жүреді? You can also take two cars of the same Қозғалысы size кіші and машинаға go around қарағанда жылдам on different жүреді. surfaces to see how the friction affects the speed when using the same size object. So you can also try maybe Енді қараңыздар, қолға және тегіс бет. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Бір жағына келіп тұрып, салынғанға қойды. Okay, I'm done with this simple experiment and section. Here's the website I use to get the Екі definition түрлі of бетте friction машинаны жүргізеді қазір. ck12.org, and you can read about the different types of friction as well, but we did not go into detail on today. ютубқа кіріп көрсеңіздер The болады. source for this great simple idea came from the Dad Lab, and you can find them on YouTube or Facebook. I got lots of other ютубта activities. және фейсбукта осындай эксперименттерді көруге болады. And we'll see you next time. Өзінің сайтында. Bye. Келесі қалалар. Енді бүгінгі біздің сабағымыздағы, иә, бүгін үйкеліс күшін өттік қой. Үйкеліс күшіндегі терминология, сөздік ойын терминдік сөздермен жұмыс жасаймыз. Яғни үйкеліс дегеніміз friction. Бірге айтайық, үйкеліс friction, күш, қорсыныштық үйкеліс, friction, сырғанау үйкелісі дегеніміз, sliding friction, орманау үйкеліс күші, rolling friction, үйкеліс коэффициенті дегеніміз, коэффициент, ауырлық күші, бүгінгі біздің терминологиядағы үйренген жаңа сөздеріміз. Енді жұмбақ айтамыз. Жұмбақ айтқан кезімізде біз үш тілде айтуымыз керек. Қараңыздар, бірінші жұмбақ, жердің жүзін шарлайсың, онсыз еш жерге бармайсың, көлікпен де жаяу да саралайсың, таңдайсың. Бұл жұмбақтың жауабы